видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ро. Үй жағдайында р дыбысын қалай қоюға болады және р дыбысын қоюға арналған қарапайым тәсілдер туралы айтатын боламын, бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Р дыбысы көп балаларда өздігінен табиғи жолмен шығып жатады, ал кейбір балаларда осы арнайы логопедиялық көмекті қажет етеді. Яғни осы зондтар арқылы қоюға болады. Р дыбысы не үшін айта алмайды бала? Баланың тонусы, беттік, ерінік, тілінің тонусы төмен болса, немесе жоғары болса, гипотонус, гипертонус деп айтамыз. Егер осындай жағдайлар балада болса, балада р дыбысы айта алмауы мүмкін. Оған осы логопедтер көмектесетін болады. Енді мен қарапайым үй жағдайында өз балаңызға қалай р дыбысын қоюға болады, сол жайлы көрсететін боламын. Барлығыңыздың үйінде табылатын ватные палочки, мақталы таяқшалар, таяқша арқылы баладан күлуін сұраймыз. Күлеміз, немесе и деп айтамыз. И, кеттік. И, енді ауызды ашамыз. И, д. Яғни балаға күл дейміз, ауыз ашылады, тіл көтеріледі, д деп айтамыз. Дәл осы кезде д, одан кейін одан да жылдамырақ. д. Дәл осылай жылдам айтқан кезде ватный палочка арқылы тілінің астына тигізіп, қатты ар жағына емес, тілінің ұшына қарай осы ватный палочканы тіреп, былай қимылдаймыз. Оңға солға былаймен. Яғни тілге діріл, вибрация жасаймыз. Дәл осылай істеуге болады. Осы арқылы тілге вибрация пайда болады. Вибрация пайда болған кезде р дыбысының шығуы оңай болады. Енді бұл вибрация пайда болу үшін, р дыбысын айту үшін д дегенді тоқтамай тез айтып тұру керек бала, тоқтамау керек. Дәл осылай қойылады. Екінші ол перчатки киеміз. Перчатки киіп, баланың сіз өзіңіз жасасаңыз да, және баланың өзіне жасасаңыз да болады бұны. Мына, сұқ саусақ арқылы тілдің ұшына ғана, дәл осылай өзіңіз жасасаңыз болады. Немесе алдыңыздағы баланы қолына осы перчаткиді кигізіп, дәл осылай істеткізесіз өзінің қолымен. Дәл осылай айтамыз. Енді және де осы екі саусақты бірден тілдің екі бүйіріне қойып, дәл осылай үйретуге де болады. Бұл екінші тәсіл. Бірінші осы мақта таяқшасы арқылы, екінші перчатки кию арқылы, үшінші стерилді салфеткалар болады, немесе осы стерилді бинт арқылы р дыбысын қоюға болады. Бұл кезде де д деп айтып тұру керек бала. Міне дәл осылай. Енді бұл жерде балада мотив болу керек, балада ынта болу керек, баланы жалықтырып алмау керек, баланы еліктіріп, ойнатып, шаршатып алмай, балаға қолдап отырып, ой, молодец, ой, жарайсың деп отырып, р дыбысын 1-2 сабақта, максималь бір апталық сабақта қойып шығуға болады. Әрине машықтандыру ол ұзаққа созылады, өйткені әр дыбыста, әр сөзде кездесетін р дыбысын машықтандыру керек. Р дыбысы сөздің басында кездесетін, р дыбысы сөздің ортасында кездесетін, р дыбысы сөздің соңында кездесетін, және сөйлемдердің арасында, сөздердің арасында бала р-ны тұрақты түрде дұрыс қолдануын бәрін осы машықтандыру арқылы үйретіледі. Ол әрине ұзаққа созылады. Дәл осындай железный зондтар арқылы қоюға болады. Міне басы шарик секілді. Дәл осымен де жаңағыдай д деп қоямыз. Және екіншісі маған ұнайтыны, мен көп қолданатыным осы пластикалық зонд, вертушка деп айтамыз. Бұның осы жерінде осындай
қызықты өзінің ойыны бар. Бұл жерде деп баланы ойнатуға да болады, үрлетіп, баланың тыныс алуы, баланың дыбысының, баланың сөзінің анық шығуына тікелей байланысты. Сол үшін баламен осыны алып, осылай үрлетіп ойнатсаңыз да болады. Екінші ұшы бұның шарик секілді. Оны да дәл осы мақта таяқшасын қалай қолдандық, дәл солай қолданамыз. Дәл осылай қоюға болады. Перчатка киіп, баланың өзінің саусағымен осылай айтқызғанды сіз үй тапсырмасы ретінде берсеңіз болады. Егер логопед болсаңыз, үйінде айнаға қарап, деп өзі қолына перчатка киіп істесе, тезірек үйренуге болады. Әрине, әр дыбысты, балада жоқ дыбысты қойған кезде баланың алдында айна болғаны өте дұрыс. Бала айнаға қарап отырып, өзінің тіліне, өзінің артикуляциялық аппаратына қарап отырып қоятын болады. Р дыбысы мектеп жасынан бастап 10 жас, 15, 20 жас, 30, 40, 50, 60 жасқа дейін қойыла береді. Ода шек жоқ. Главное, адамның өзінің желаниясы болса болды. Қойыла береді. Өзім 4-ші сыныпқа дейін Р дыбысын айта алмағам. Р дыбысын айта алмағам, 4-ші сыныпта бастауышпен қоштасу болады. Сол кезде мен барлық өлеңді, барлық жаттауларды Р әріпін Л деп, қуылсақ деп тұрып, мен солай бастауышпен қоштасқам. Бір күні қыста далада шанамен ойнап жүрген кезде жаңағы дәл еліктеу әдісі осыған келеді. Шанамен, осы әкемнің тракторы секілді шананы тыр деп осылай айдап жүрген кезде тыр арқылы менде шыққан. Ең алғашқы Р дыбысым осы еліктеу тәсілі арқылы, маған ол кезде ешкім үйретпеген, өзім білмеген, мен оны осылай үйренгенде тыр деп айдау арқылы, ойнау арқылы солай Р дыбысын қойғам. Сол себепті сіздер де балаларыңызға солай ойнатып, немесе осындай көмекшілер арқылы үйретсеңіздер болады. Үй жағдайында осы тәсілдерді қолданып, балаларыңызға Р дыбысын қойып көріңіздер, және нәтижесімен бөлісіңіздер. Сұрақтарыңыз бар болса, комментарийге жазыңыздар, мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.